Арма алталаш, барма қазақ елі. Елімізде АЭС тақырыбы өзекті болып тұрған шақта, біз сіздерге әлдеқашан қолданысқа еніп қойған, көз алдарыңызда желбіреп тұрған жел энергиясы туралы нақты мәлімет береміз. Және оқиға үстінен нақты маманды сөйлетеміз. Назарларыңыз бізде болсын. Жел энергиясы Қазақстанның қай өңіріне орнатылды? Кімдер қызығын көріп жатыр? Оған қаншалық шығын кетеді? Қалай жасалады? Қанша күнде іске асады? Қоршаған ортаға пайдасы қалай? Адамзатқа көмегі қалай? Қазақ елін білесіздер. Көрші Қытай елімен шекаралас аймағындағы 40 ендікте Еуразия мегабассейндегі орасан зор ауа массасының көлемі ауысатын орталық Азиядағы жел полюсы деп аталатын Жетісу қақпасындағы желдің қуаты мол. Ол екі таудың ең тар жеріндегі ені онда 12 километр, ұзындығы 80 километр табиғи аэродинамикалық құбыр болып табылады. Қақпа Қазақстанның Балқаш, Алакөл ойпатын Қытайдың Ебінұр ойпатымен жалғастырады. Осы жердегі жел ерекшеліктерін зерттеу нәтижесінде оның электр энергиясын өндіруге өте тиімді екені анықталды. Қыс кезінде желдің соғатын бағыты оңтүстік шығыстан болса, жаз айларында солтүстік батыстан болады. Желдің орташа жылдамдығы 6-8, 7-8 секундына метр. Ал жел электр станциялары секундына 4-5 метрден бастап энергия бере бастайды. Желдің қарама-қарсы бағытқа өзгеруі сирек болуына байланысты мұнда турбиналы ротор тіпті жел қондырғысын орнату тиімді. Желдің жалпы қуаты 5000 муттан астам деп болжануда. Бұл өте зор энергия көзі, әрі көмір мен мұнайды газды үнемдеуге және әсіресе қоршаған ортаны ластанудан сақтап қалуға мүмкіндік береді. Біз бұл мәліметті неге айтып отырмыз? Сіздер Қытайдың шекарасына шелек арқылы кетіп баратқан жолда осындай жел төгі энергияларын көресіздер. Желбіреп тұрған қазақ еліне кейде көзіңіз тояды. Шіркінай, мынау желді пайдаланып жатқан Жәркен төңірі, Алматы маңы не деген бақытты. Басқада облыстарға осылай салса екен деп үміттенесіз. Салып келе жатырмыз. Біз бүгін Маңғыстауда салып жатқан маманнан кеңес аламыз. Қалай салынады, ол туралы да айтамыз. Ал жел энергетикасы, жел энергиясының механикалық, жылу немесе электр энергиясына түрлендірудің теориялық негіздерін, әдістері мен техникалық құралдарын жасаумен айналысатын жаңартылатын энергетиканың саласы. Бұл ғылымды да сіздерге мәлімет етіп қояйық. Өйткені біз халықараға экспо өткізген елміз. Экспоның арғы мақсаты жасыл энергия, табиғи көзді пайдалану елімізді мүмкіндігіне. Біз соны пайдаланып келе жатырмыз ба? Қазақстанда 2030 жылға дейін электр энергиясын өндіруді дамыту туралы деген бағдарламаға сәйкес жел күшімен өндіретін электр энергиясы қуатын халық шаруашылығына қолданудың тиімді жолдары қарастырылуда дейді. Қазақстанда жел күшімен алынатын электр энергиясы қуаты кеңінен және мол өндіруге болады. Болса енді бізге АЭС қаншалық керек еді? Ал шығыны аздау, жел күші, табиғи күн көзі, судан пайдаланатын қазақ еліне осындай табиғи мүмкіндіктерді неге молынан пайдаланбасқа? Халықты осы жағынан жұмысқа тартса және Алланың берген Құдайдың күшін өз елімізге пайдалансақ, нұр үстіне нұр ғой деп, біз әңгімемізді төте Маңғыстауда болып жатқан әңгімеге тартайық. Сол жерде аудармашылықпен айналысатын және маман ретінде көзбен көріп жүрген ғалым дейтін азаматтан шағын ғана сұхбат алайық. Ғалеке? Ассалаумағалейкум, Ереке. Уағалейкум ассалам. Жұмыс шаруаңа сәттілік. Рахмет. Бағана тікелей эфирден көріп отырмын. Ғалеке? Ана трубаның салмағы 100 тонна бар дедің, көтеріп тұрған? Жоқ, ана бар ғой, ветрактың трубаларының салмағы әртүрлі, компанияныкі әртүрлі болады. Біз көтеріп жатқан мынау екі жерде жұмыс істеп жатырмыз ғой. Қарағандының Асакаркісінде Зинги деген компанияның ветрагын көтеріп жатырмыз. Және Маңғыстау жақта Инвижн деген компанияның ветрагын көтеріп жатырмыз. Екеуінің парқы қалай? Екеуінің парқы Асакаркі дегенікі кішкене үлкендеу болады, ана несі киловатт 7 мегаватт береді сағатта. Оның салмақтары қандай? Оның салмағы ауыр болады. Оның бір тұрбасының өзі 126 тонна шығады, қағаз бойынша таза салмағы. Қанша? 126? Екінші тұрбасы
99 тонна, почти 100 тонна шығады. Үшінші трубасы где-то 80 тонна. И ары қарай төртінші трубасы 70 тонна. Биіктігі ше? Оның биіктігі де примерно бір 120 таяйды, бір 110. Қанаттары ұқсайды ғой енді, қанаттарынікі 30 тоннаға таяу екен ғой, Иә, қанаттары олардікі ана Қарағанды облысындағы автокарпы дегенді алып болады. 30 тоннаға қанаттар роторға жабысады, қанаттары. Ал ротор генераторға жабысады. Маңғыстаудың салмағы қанша мөлшермен трубасының? Бізде мына жақтан көтеріп жатқан бірінші труба где-то 80 тонна шығады, екінші трубасы где-то 70 тоннаның ар жақ. Оның уаты қаншалық анаған салыстырғанда, Қарағандыға? 6-да 25 мегабайт береді бұл. Желдің қорына қарай орналастырады, анау точкаларымыз кейбір жерде жақын болды. Қарағанды жақта қазір 22 үштік фонда отыр, 22 үштік. Түсіндім. 22 үштік болса, сонда біреу 100 метрден болса, бір 2 километр жерге дейін қойылады екен ғой шамамен, Иә. Оған да жетпеуден отыр. Және салып жатқандар Қытай компания, заказчиктердің жоқ, мынау Қарағанды жақта орыстар салып жатыр. Қарағандыны орыстар салып жатыр, ал мына Маңғыстаудың Қытайлар салып жатыр, Қытай салып жатыр. Сен өзің білгенде қай жерлерге салынды Қазақстанның? Біз өзіміз салғанымыз былтыр мына Астананың шетінде Бұлақсай деген ауылда салдық. Бұлақсай. Былтыр алдыңғы жылы 2 жылда. Сосын биыл Маңғыстауда салып жатырмыз ғой. Былтыр Жаңатаста салдық. Жамбыл, дұрыс. Өйткені жобада айтылған екен 2014-те Жамбылға, Шелекке, Ақмолаға сондай деген. Сол іске асып жатыр екен ғой онда, Жамбыл облысында былтыр салдық. 22 үштік салдық Жаңатас. Түркістанға салынған жоқ, Жоқ, о жақта жоқ. Биылға енді план біздің өзіміздің істеп жатқан осы Маңғыстауда саламыз. Ана Асакаровкіде саламыз. Сосын биылға планда негізі жезқазған болған, бірақ жезқазғанға скорее всего үлгермейді. 16 штук бар жезқазғанда. Түсіндім. Сонда жалпы Ақтөбеге жаққа ше? Ақтөбе жақта келесі жылы 2 проекті бар үлкен Ақтөбеде. Әлі салынбады ғой, жоспарда ғой? Салынған жоқ, олар келесі жылға планда. Келесі жыл планда Ақтөбеде болады. Сосын Балқашта енді ең үлкен жерге төмен қарай қадалмайды ол. Бетонның үстіне қадаймыз. Бетон сонда қаншалық орындалады дедің бағана? Бетон жердің астына 5-6 метр қазылады да, оған кемінде 600-700 кубтай бетон келеді, 700 кубтай. 700 қанша? 700 куб. 700 куб. Сол маңайға ғана шөп шықпайды, қалған жағына шөп шыға береді, зиян жоқ дейсің ғой, ол жай ғана бетон құйылған жерлерге ғана шықпайды, қалған жердің бәрі қалай тұр солай тұра береді. Сонда аса бір терең қазылып кетпейді екен ғой, 5-6 метрден ара, бір 6 метр солай қазылады, 6 метр. Соны бағанағы 100 тонна трубамен орнатады да, төбесіне қондырғы қойып, ана 3 қанатты іледі екен ғой сонда, Сонда бұған жалпы ауа райы жақсы болса 3 күнде бітіп кете ме? Чисто монтаждың өзі ауа райы жақсы болса 2 күн іште уақыт алады. Қанша адам жұмыс жасап жатыр соны бір орнатуға? 15-16 адам жүреміз. Сонда сен аудармашысың, сонда негізінен Қытай жұмысшылар ғой істеп жатқан, қазақтар да бар ма? Жоқ, бәрі қазақтың да бар ма? Қазақтың балар, бірақ техниктер ғана Қытайдікі, завод түсіндім. Кейін болашақта бұны қазақтың өзі де істей алады деп ойлайсың ба? Потому что план бар, завод құрады деген. Дұрыс, рахмет. Өзімізді қазақтың техниктері қолға алса, арғай және Қазақстанды бірақ қамтиды дейсің ғой, Жақсы ғалым, рахмет сұхбатымызға. Құрметті тыңдарман, бұл тікелей майданда телефоннан болған үшін техникалық дауыс жағынан болса кешірім сұраймыз. Осы тақырыптан кейін бізге АЭС керек пе керек емес пе өздеріңіз-ақ талқылап жатасыздар. Және біз бұл тақырып туралы алдында екі пікірді бірдей жарыстырғамыз. Ал бүгін көтеретін тақырып жел энергиясы. Біздің ең мақтайтын, соның машинасын мініп жүрген Германияға туралы тоқталсақ, жел турбиналары жел энергиясының басқа энергия көздерінен экологиялық және экономикалық артықшылықтары көп. Міне, Германия осылай дәлелдеп, жел энергетикасын қондырғылардың технологиясын жетілдіру арқылы оның тиімділігін арттыруға болатынын дәлелдеді. Жел энергиясын тұрақты пайдалану үшін жел энергетикасы қондырғыларын басқа энергия көздерімен кешенді түрде ұштастыру қажет. Республикамыздың шығыс
және оңтүстік шығыс, оңтүстік аймақтарында су электр станциялары мен жел электр станцияларын біріктіріп, электр энергиясын өндіру өте тиімді. Неге дейсіздер ғой? Қазақстанда қыс айларында жел күшейеді, жаз айларында азаяды, су керісінше қыс айында азайып, жаз айларында көбейеді. Кешегі болып жатқан біздің батыстағы су тасқыны қалай болды? Ал қыс айларында болатын Астана маңындағы борандаршы, дауылдаршы. Осыны тиімді пайдаланатын мүмкіндік Қазақстан еліне туып тұр. Ал қалай дейсіздер ғой? Энергия өндіруді біршама тұрақтандыруға болады. Қалай? Алматы облысының Қытаймен шекаралас аймағын біз бағана айттық. Ендеше жаз айларындағы судың көбейгені мен қыс айларындағы судың азайып, желдің көбейгенін бір-бірімен ұштастырып, осы су мен желдің энергиясын бір-бірімен қамтып алсақ, біз жоқтан бар жасай аламыз. Көптеген ақшаны үнемдеп, халықтың қажетіне жасай аламыз деген сөз. Қыста бораннан да қорықпаймыз, жазда тасқыннан да қорықпаймыз. Су азайса жел төк бар, жел азайса су төк бар. Міне бізге керек осы ғой. Қазақтың маң-маң басқан кең даласын осылай пайдалансақ, ұшы қиыр жатқан даланы, анау Балқаштан Астанаға жеткенге дейінгі бетпақ даланы, сусыз мекенді, желге толып тұрған ауаны қалай ғана пайдаланбасқа, ар жағы Балқаштағы үлкен суды неге мықты пайдаланбасқа. Ал бағанаған айтқан Алматының ар жағында Қытаймен шекараласқан екі таудың ортасындағы елде жоқ желді қалай пайдалануға болады? Бізде жел 7-де 8 метр соғып тұрса, ал төкке керегі 4-5 метр екен секундына. Ал біздің Астанадағы борандаршы, дауылдаршы, оны өлшеудің өзі қорқынышты ғой. Қыста Астанада тұрған адам біледі, бораны қалай боларын. Міне ғой, Астанаға да жел жетіп тұр. Ал энергия неге бізге кем болып жатыр? Түсінбейміз кейде. Сыртқа сатпай-ақ та қояйық, өзіміздің кең даламыздың, батыр бабаларымыз тастап кеткен осынау кең даланы, шапса жылқының тұяғы, ұшса құстың қанаты талатын даламыздың Құдай берген энергиясын пайдаланып қалайықшы деген бір өтінішті айтамыз. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қарагөз бай, намысты болуға хақылы. Құрмет пен тәуелсіз арна керек дерек, мен Қанатбек Ермек. Тек жақсы хабарларда, пайдалы жаңалықтарда қайта жолыққанша. Бізді қолдап, қуаттап, жан-жаққа таратып отырыңыздар. Өйткені қазақ тілді арна дамыса, біздің кеңістігімізде көтеріле бермек.